Сәлем достар, бүгін біз майсөк дайындаймыз. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып кеткен өте дәмді майсөктің рецептісін қабыл алыңыздар. Ол үшін бізге керегі сүт, сары май, құмшекер және де тары. Бірінші тарымызды жақсылап салқын суға 5-6 рет жуып аламыз. Тарымызды жуып алғаннан кейін тарыдан аспайтындай етіп су құйып, газға қойып қайнатып аламыз. Суымыз толықтай тартылғаннан кейін сүт құямыз. Сүтіміз тарыдан асып тұру керек, кішкене ғана. Бетін тегістеп, қақпағын жауып, сүт толық тартылғанын күтеміз. Өте баяу отта қайнатамыз, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Сүтіміз толықтай тартылғаннан кейін құмшекерімізді саламыз. Құмшекерімізді осылай араластырып, толық еріп сіңгенін күтеміз. Және де сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне осымен біздің майсөгіміз дайын болды. Өзіңіз қалаған формаға келтірсеңіз болады. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз.